Бүгінгі сабағымызда функцияның тақ жұптығын зерттеп үйренеміз. Функцияның тақ жұптығын зерттеу үшін бізде мынандай қасиеттер болу керек. Функция жұп болады, тақ болады, немесе жалпы жағдайдағы функция болады. Ал жалпы жағдайдағы функция деген тақта емес, жұпта емес деген сөз. Яғни қандай жағдайдағы функция жұп болады? Ең бірінші шарты функцияның жұп болуының. Оның анықталу облысы симметриялы жиын болу керек, немесе координаталар басына қатысты симметриялы болу керек. Яғни біз анықталу облысы симметриялы жиын деп аламыз. Тақ функция болу үшін де тура осы қасиет болу керек. Анықталу облысы симметриялы жиын болу керек. Ең біріншіден симметриялы жиын дегенді білетін шығармыз. Минус шексіздік, плюс шексіздік аралығы немесе координата басына қатысты бірдей аралықта жататын, мысалы, қарама-қарсы нүктелер, егер жиынның нүктелері болса, онда функциялар симметриялы жиындар болады. Екіншіден, жұп функция болу үшін аргументтің қарама-қарсы мәніне айталық f от минус x пен f от x-тің мәндері бірдей болу керек. Бұны біз былай деп айтамыз. Аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның бір ғана мәні сәйкес келетін болса, онда функция жұп функция болады. Жаңағы айтып кеткен симметриялы жиын дегеніміз осы жерде қажет. Яғни минус x анықталу облысына енетін нүкте болса, онда оған қарама-қарсы болатын плюс x те анықталу облысына енетін нүкте болу керек. Тура сол сияқты тақ функцияда минус x тең болады, минус f от x теңдігі орындалу керек. Яғни бұл жерде аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның да қарама-қарсы мәні сәйкес келу керек. Осы шарт орындалған жағдайда ғана функция жұп болады, ал мына жағдайда функция тақ болады. Анықталу облысы симметриялы жиын болып, аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның бір ғана мәні сәйкес келсе, функция жұп. Анықталу облысы симметриялы жиын болып, аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның қарама-қарсы мәніне сәйкес келсе, функция тақ болады. Енді үшінші жағдай, айтатын жағдай, жұп функцияның графигі y осіне қатысты симметриялы болады. Ал тақ функцияның графигі координаталар басына қатысты симметриялы болады. Координата басына қатысты, бас нүктесіне қатысты симметриялы болады. Мысалы, біз жұп функцияларға бірнеше мысалдар келтіріп өтейік. Мысалы, өздерің білетін y тең x квадрат функциясы жұп функция болады. Өзіміз білетін тригонометриялық функциялардың ішінде косинус x функциясы жұп функция болады. Y тең тағы қандай функция жұп функция болушы еді? 1 бөлінген x квадрат жұп функция болады. Тағы сол сияқты біздер бұрын өзіміз өтіп кеткен танитын функцияларды қарастыруға болады. Мысалы, синус x аргумент модуль ішінде болған жағдайда жұп функция болады. Тангенс x-тің өзі модуль ішінде болған жағдайда жұп функция болады. Тағы сол сияқты түрлендіру арқылы келтіруге болады. Ал тақ функцияға мысалдар өзіміз білетін x куб функциясы тақ функциясы болады. Y тең болсын, айталық синус x функциясы тақ функция. Тангенс x функциясы тақ функция. Және y тең болады, котангенс x те тақ функция болады. Арк синус x функциясы тақ функция. Арк котангенс тақ функция. Тағы сол сияқты жалғастырып көптеген мысалдар келтіруге болады. Тақ функция мен жұп функцияның графиктеріне мысалдар келтіріп өтейік. Мысалы, жұп функцияның графиктері мен жаңа айтып кеттім, y осіне қатысты симметриялы болу керек деп. Мысалы, біздегі y тең x квадрат функциясының графигі мінекей. y осіне қатысты симметриялы. Себебі оның x-тің үлкен немесе тең нөлдегі тармағын екінші жақ тармағымен y осіне қатысты бүктейтін болсақ, беттеседі. Сол сияқты жаңағы косинус x функциясының графигінде еске түсіріп қарастырып өтуге болады. Мінекей мына жақтан, мысалы, косинус x функциясының графигін келтірсек, мынау ары кетіп қалды, симметриялы болмай қалды. Міне. Өстіп ары қарай сыза беруге болады, келтіре беруге болады бірнеше мысалды. Мінекей, яғни y осімен екінші тармағын бүктейтін болсақ, берілген функцияға жұп функция анықталады деген сөз. Мінекей. Косинус x функциясының графигі тағы сол сияқты келтіруге болады. Ал тақ функцияның графигі өзіміз білетін кері пропорционалдық. Кері пропорционалдықтың графигі бұлай болатын есімізде болса. Синус x функциясын айтуға болады. Немесе x кубтың графигін айтуға болады. Мен схемасын ғана көрсетіп жатырмын. X кубтың графигі. Тақ функциялардың графигі, яғни олардың графиктері координаталар басына қатысты симметриялы деген сөз 180 градусқа бұру арқылы екінші тармағымен беттестіруге болады. Ал жұп функцияның графигін y осіне бүктеу арқылы көруге болады. Берілген функцияны тақтыққа немесе жұптыққа зерттеген кезде мына қасиеттерді есте сақтаған дұрыс.
Біріншіден, берілген функцияларда, мысалы, x квадрат қосылған x квадраттан 1. X квадраттың өзі жеке алғанда жұп функция. X квадраттан 1 жеке алғанда жұп функция. Яғни бұл жерде әртүрлі екі жұп функциялардың қосындысы түрінде тұр. Олай болса, берілген функцияның өзі де жұп функция болады. Демек, мына функциямыз біздің жұп функция болады екен. Келесі функцияға қарасақ, қосынды бірінші функция тақ функция, себебі дәреже көрсеткіші тақ болып тұр. Біз білеміз, x-тің дәреже көрсеткіші тақ болса, тақ функциялар, яғни x-тің 1 дәрежесі, 3 дәреже, 5 дәреже тағы сол сияқты болса, тақ функциялар. Ал синус x-тің өзінің тақ функция екенін білеміз. Яғни бұл жерде әртүрлі екі тақ функциялардың қосындысы тұр. Онда осыдан құралған күрделі функцияның өзі де тақ функция болып табылады. Ал келесі функцияға қарасақ, x квадрат ол жұп функция. Модуль x, модуль ішіндегі x деген бұл да жұп функция болады. Әртүрлі екі жұп функциялардың көбейтіндісі жұп функция болып табылады. Синус x тақ функция, тангенс x тақ функция. Яғни синус x тақ функция болғандықтан аргументті қарама-қарсы мәніне функцияның қарама-қарсы мәні сәйкес келеді. Тура солай тангенс x тақ функция болғандықтан оның қарама-қарсы мәніне функцияның қарама-қарсы мәні сәйкес келеді. Яғни синус x-тің минусы мен тангенс x-тің минусы көбейтіліп плюс болады. Демек, әртүрлі екі тақ функцияның көбейтіндісі жұп функция болады екен. Ал соңғы мысалда бірінші косинус x функциямыз жұп функция, ал тангенс x функциямыз тақ функция. Косинус x жұп функция болғандықтан аргументтің қарама-қарсы мәнінде функцияның бір ғана мәні сәйкес келеді. Яғни косинус x пен косинус x минус x-те де косинус x болады. Ал тангенс x тақ функция болғандықтан аргументтің қарама-қарсы мәніндегі минусы көбейткіштердің алдына шығады да мына таңба минусқа ауысады. Демек, көбейтіндінің мәні тақ функция болады. Сонымен жұп функция мен тақ функцияның көбейтіндісі тақ функция болады екен. Осы ережелерді еске сақтай отырып, берілген тапсырманы тек қана тақтығына, жұптығына, екі жұп функцияның, екі тақ функцияның қосындысы бойынша осы ережемен бірден анықтауға да болады. Немесе мына жақтағы берілген үлкен функцияны осылай зерттеп көрейік. X квадрат көбейтілген x қосылған x-тің 4 дәрежесі түрінде берілген функция тақ па, жұп па деп сұрайды. Бірінші қосылғышқа қарасақ, x квадрат өзі жұп функция. Модуль ішіндегі x бұл да жұп функция. Біз жаңа айтып кеткенбіз, екі жұп функцияның көбейтіндісі жұп функция болады деп. Ендеше x квадрат көбейтілген x функциясы мынау жұп функция болады екен. Жұп болады екен. Ал x-тің 4 дәрежесі ол жұп дәреже болғандықтан x-тің 4 дәрежесі ол да жұп функция болады. Ал жұп функциялардың қосындысы міне жұп функция болады. Бағана өзіміз бірінші айтып кеткендей. Демек, берілген функция жұп болады екен. Ал келесі мысалға қарайтын болсақ, бөлшектің алымында тангенс x функциясы тұр. Ал тангенс x функциясы модуль ішінде тұрғандықтан бұл жұп функция болып табылады. Ал бөлшектің бөлімінде синус x функциясы тұр. Синус x функциясы бізде тақ функция. Жұп функцияның тақ функцияға қатынасы нәтижесінде тақ функцияны береді екен.